Харам сөздер бар. Харам сөздердің ішіндегі ең төресі Аллаға серік қосу. Ең төресі, шыңы. Құран-ы Кәримде Алла тағалаға серік қосуды мен кешірмеймін деп те айтып кетеді Алла тағала. Бір дүниеден бір адам өтсе, Аллаға астамшылықпен сөйлейміз. Ей Құдай, мен саған не жаздым деген сияқты сөз айтамыз. Құдай сақтасын. Тәкаппарлықпенен айтылған сөздер де харам сөздер екен. Жалған куәлік те харам сөз. Жалған айтуда харам сөз. Ғайбат айтуда, сөз тасуда харам сөз. Осының барлығы үлкен күнәдан тұрады. Әр бірі адам өлтіргенмен тең болатын дәрежеде күнә. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: мұсылман адам ұры болуы мүмкін, қорқақ болуы мүмкін, бірақ жалғаншы болуы мүмкін емес.